кент орталығында қылмыс көп, ол енді халықтың түсінікті, енді басым көпшілігі осында тұрады, бірақ кент әкімі жұмыс істеу керек. Бірлесіп жұмыс жасауларыңыз керек. Рейд ұйымдастырыңыздар, бірлесіп жұмыс жасаңыздар. Ақтоған, Түменарық, Байгенже. Осы елді мекендерде де қылмыстар орын алған. Жаңа да аталды, әрине, қатынап жұмыс істейсіздер, қылмыс болады. Ал ауылда қылмыс мүлдем болма керек. Орада шынын айтсаң, қыз алыспайтын ағайындар тұрады. Қайдағы қылмыс? Сіздер жақсы ұйымдастырсаңыздар, елдің үлкендерімен бірге жұмыс жасасаңыздар, түсіндіру жұмыстарын жасасаңыздар, ауылда енді өмір бағасын болатын жер, бірен-саран тентектер. Оларды ортаға алып, тәртіпке шақырсаңыздар, үлкен ағаларымызбен, сорадағы апаларымызбен бірге. Мынау болмайды. Сұрақ, неге болып жатыр бұл сұрақ? Неге туындап жатыр? Өйткені сіздер Жаңақорғанда, жеңгелеріміздің қасында шай ішіп жатасыңдар. 1-2 сағатқа барып келсең болды, бармасаң жоқ. Соның әсерінен болып жатыр мынау. Міне, қайта-қайта аттарыңыз аталып жатқан сол.